Достар, сәлем! Бүгін сіздерге кекс жасаудың жолын көрсетемін. Кексіміз өте жұмсақ, дәмді шығады. Рецепті міндетті түрде астына жазатын боламын. Алдымен біздің каналға подписаться кнопкасын басып, видеоға лайк қойып, және қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыз. Кексқа қажетті заттар: жұмыртқа және қант, сүт, енді үстіне қопсытқыш қостым, сосын ванильный сахар қостым. Енді сұйық майды қосып, жақсылап отырып араластырдым. Ұнымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Достар, осы видеоға лайк басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық достарыңызбен бөлісіңіздер осы видеоны. Міне біздікі уже дайын. Енді біз оны осындай формаларына саламыз. Өте толтырмаңыздар, көтерілгенде тасып кетуі мүмкін. Не барлығын қойып дайындап алдым. Енді духовкаға 25-30 минутқа пісіратын боламыз. 180 градуста. Көріп тұрғандай өте дәмді, жұмсақ, әдемі шығады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Сәттілік!